Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық, құрметті көрермен. Сіздермен бірге бағдаршам бағдарламасы. Өмірде әлегі көп, ал экраннан үнемі әдемі болып көрінетін жұлдыздар әлемін бірге бағдарлап көрейік. Олай болса, бүгін бізде қонақта адамның емес, автоматтың даусын салып белгілі болған азамат. Арнайы білімі болмаса да ауылдың алты ауызымен алашты таңғалдырам деп жүрген адам. Жұлдызды мейманымызға кім қандай түсте екен анықталды деймін, е? Олай болса, экранға назар аударып, арнайы бейнесюжет тамашалап алайық. Бәрекелді. Талантты адам барлық жағынан да талантты. Осы бір қанатты сөз дарынды әртіс Қанат Әлжапаровқа арналғандай. Қанат Әлжапаров 1984 жылы Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы Қалжан-Аққон ауылында дүниеге келген. Нөмір 126 қазақ орта мектебінде білім алған. Мектеп қабырғасын тәмамдап, білімін Қызылорда агротехникалық колледжінде жалғастырады. Ең алғаш сахнаға 2006 жылы КВН арқылы шығып, 2010 жылы Базар жоқ көңілді тапқырлар театрына мүше болып халыққа танылды. Көпшіліктің ыстық ықыласына бөленген танымал өнер иесі автоматтың дауысын салып, өткір сатирамен әжуалап келтіріп, тыңдарманның көңілін баурап алды. Халық қазір Қанатты Қанат емес, автомат деп таниды. Бүгінде Қанат Нұргүл есімді қарапайым қазақ қызының жары, екі баланың әкесі. Қанаттың біз білмейтін қыры мен сырын бағдаршамнан біле аласыздар. Қарсы алыңыздар. Ашық әңгіме алаңында өздеріңізге белгілі актер, шоумен, комик, юморист Қанат Әлжапаров. Қанаттың жаяу келетініне ешкімнің күмәні болмаған сәт. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Неге жаяу келдіңіз? Машина көрмейсіз? Студиямыздың екінші қонағы, екеуі де Базар жоқ театрының әртістері. Енді мынау біздің бағдарлама өмірдің бағдаршамы секілді. Кейде саған жасыл түс жанады, ал кейде сары түсі, кейде қызыл түс жанады. Бірақ сен қызыл түстің қиындау сұрақтарына, сары түстің салмақты сұрақтарына, жасыл түстің жайдары сауалдарына жауап беруге дайынсың ба? Дайын. Менде бірақ сұрақ бар. Автоматтың дауысын салуды кім үйретті? Автоматтың дауысын ешкім үйреткен жоқ маған. Енді? Автоматтың дауысы ішіне қарай тартатын, шыға беретін дауыс қой негізі. Нағашыларым автоматтың дауысын сала ма, бір қырғауылдың дауысы дейді, әйтеуір бірдеңе жүретін деп дірілдетіп ананда кішкентай кезінде ме? Кейін ол автомат сияқты болып кетті ме, бірдеңе болды. Негізі автоматтың дауысы бұндай емес болу керек ол. Қандай ашықсың ма бірдеңе ғой. Жөн, сенің автоматың бәлкім қыста, соғыста жүрген партизандардың ормандағы таудың ішінен шығып тұрған сияқты дауыс, иә? Бұндай ғой. Қанат, сені біз осы Базар жоқтан бұрын КВН-нен жақсы білеміз. Осы КВН-ге дейін қайда болдың? КВН-ге дейін ауылда болдым ғой мен. Сол балалық шағың туралы кішкене айтып өтсең. Не істедің ауылда? Қандай кішкентай балалық шақта Қанат Әлжапаров қандай бала болды өзі? Балалық шағымда не істедім? Соны әлі істеп жүрмін ғой мен осы кезде. Ештеңе өзгерген жоқ. Мектеп бітіргеннен кейін сол оқуға түсеміз ба деп оған түсе алмай қалдық. Сөйтіп колледжде оқып жүргенде бастадық қой КВН-ді. 6 жыл ойнадық қой ақыр соңында. Колледжде 3 жылда бітіріп кеттік қой. Тағы да 3 жыл өзіміз қосып КВН-ге 6 жыл ойнадық. Енді сол 6 жылдың ішінде бір рет жеңімпаз атанған жоқсыздар. Бұған не талант жетпеді ма, таныс жетпеді ма? Бұған енді шамалы жюридің баллы жетпеді. Сосын өзіміздің дайындығымыз көп болмайтын тұғын, шыны керек. КВН-ге келген кезде фестивальдан бастап сезонның соңына шейін финал болам дегенше дейін, ол финалға шығатынымызды білетін тұғымыз өзіміз. Финалға шейін кәдімгідей залды кәдімгідей КВН-штердің тілмен айтқанда жыртып келеміз да, финалға келген кезде отырамыз. Не әзіл бар деп. Не қалды, не айтамыз деп па? Сендерде не әзіл бар еді деп. Сонда ұмытылыс болған жоқ па, ешқандай бір рет болсын жеңейікші, дайындалып шығайықшы деген. Сол жеңгенмен сол бізге пайда болмайды тұғын. Біз чемпион болған командаларды көретінбіз. Жоқ болып кетті да, мысалы енді әйтеуір қазір мына команда қазақша күннен чемпион болды дегендер жоқ та, енді болып шығып жатыр олар. Бізге пайдасы болмады да, чемпион болсаң, ол 1 жыл демаласың, 1 жылдан кейін адам КВН ойнағысы келмейді ғой ауылда жүргенде. Лучше чемпион болмай қойып, до конца жүре берейік деп, сондай бір политикамыз болды өзіміз. Үзіліп қалмайық дедіңіздер ғой. Эфирге шыға берейікші одан да деп ше, финалын не аласың болды. Чемпион болып деп. Қазіргі кезде Базар жоқ театрының әртісі, иә? Сізді көрермен бірден қабылдады ма, жоқ әлде қиындау болды ма? Қабылдау. Қиындау болды бірінші кезде. 6 ай, 7 ай жүрдім ғой. Өтпейді әзілдерін. КВН-де анау биатлон дейтін болды, жамбы ату дейді. Соны шығып алып оқып бердім тұғымыз.
берікке ұқсайды екен деген сияқты әзілдер болмады. Сол кейін басында 6-7 айдан кейін сол бір қысқа әзілдерді қосып ең бір жаңа автоматпен шығатын әзіл сондай бір КВНнен алынған, мынадан алынған әзілдер қосындысы ғой негізі. Әдемі не болып кетті дүние. Мына енді жаңа өзің айтпақшы, басында жан бату деген сияқты бүйтіп қысқа әзілдермен бастады деп. Сол қысқа әзілдердің арты кейін үлкен 15-20 минуттық монологтарға айналды. Жалпы идеялар қайдан келеді сізге? Идеяны сол мынандай істейік. Мен идеяларымды қатты идеям солмайық сол. Бір тақырып болса ауылдың бір әлде біреу жазып бере ма? Аңқаулау қазақтың тірлігі. Біреу жазып бермей ма сізге? Жартысын өзім жазамын ғой мен енді. Жартысын кім жазады? Жартысын анау көмектесіп, Тұрсынбек көмектесіп, Аманғайдың айтып отқан сөзін жұлып аласың. Ұрлап аласың кейде. Ұрлаған кезде ұрламайсың. Берші деп сұрамыз. КВНнің балдары жазады, өзім командалас достарым. КВНде бірге ойнаған. Сондай. Енді сол әзілдерің, мысалы жартысын өзім жазам дейсің. Қаншатада жүрген маймылдар сөйлеп кетіпті, өзім барған жоқпын, жағым достарыма беріп жүрдім деген. Тым жеңіл әңгіме емес пе? Жеңіл енді, жеңіл. Не істейсің енді оны? Ауыр әзілдер айтайын десең түсінбейді ғой бәрібір. Саяси әңгімелер айтып қалай айтып тұрады ана жерде. Политика жайлы. Түрің оған вообще келмейді сен. Айтып тұрған әңгімеңмен сөзіңе. Сіздің өзі әзіліңізді жақсы қабылдайтын облыстар, аймақтар бар ма? Әлде қабылдамай қойғандар бар ма? Өтпей қалған кездеріңіз, өтпей қалған аймақтарыңыз. Бар, мысалға оңтүстік жақта енді ол. Таңғалдыру қиын ғой. Мен енді өзім әңгімелеріммен бүйтіп жұртты күлдіріп жіберемін деп айта алмаймын. Бәрін біледі да ондай бастарына өткенде бәрін ойлайды ғой. Батыс жақ жақсы мен батыс жақ жақсы көремін. Батысқа барғанда сол концертке шығыс, Астана өзім. Сол жақта концерт болсын десе бір апта бұрын бар күтіп отырасың. Енді базар жоқтың соңғы концертін Қанат өзің жүргіздің. Енді мен шыны керек белгілі бір себептермен Ақтөбеде де кездестік, одан әрі Атырауда да кездестік, барлық жердегі концертті Қанат өзің жүргізіп жатты сол кезде. Бұған не себеп? Тұрсынбек шаршады ма, әлде жастарды, өзің сияқты жастарды бір сынағысы келді ме? Жоқ, ол енді бір өзгерткісі келгенде шығар, бірақ енді бізде не қылып тұрады ғой. Бір тақырыпта жүре бермейді. Мысалы, бүгін мен жүргізсем, ертең бір-екі концерттен кейін театрда Қайрат жүргізуі мүмкін, Аманғали жүргізуі мүмкін. Оның барлығын енді Тұрсынбек айтып отыр ғой. Балдар кезек-кезек жүргізе береміз алдағы уақытта концерттерді. Бір-екі концерт сайын деп. Оған таңғалмаңыздар деп. Оған таңғалмаңыздар. Жалпы енді Тұрсынбек осында студиямызда қонақта болғанда айтты, біз актерлармен бәрімен ақылдасып концерттің форматын бәріміз бірге отырып ақылдасып істейміз деді. Қазір сіздердің концерттеріңізде көбіне Ярослав Милохин сізбен жүк болып шығады, былай шығады. Жалпы базар жоқ, әу баста қазақ аудиториясының театры болып ашылды. Ендігі кезекте сол Ярослав сол күйінде қала ма, жоқ әлде кеңеюі мүмкін ба орысшасы базар жоқтың? Ярослав жайлы жауап бере алмайды екен мен. Оны түсінбеймін ол кісіні. Не істейсің, не істейін деп жатсың деп сұрай алмаймын орысша білмегеннен кейін. Сосын ол Ярославпен жұп боласың деп, сосын қалай болады деп шама ақылдасып көрдік. Болады екен де әйтеуір. Жазып береді, Ярослав екен әйтеуір. Мен жүрекпен түсініп жүрдік, енді ауыз түсінбесек те. Сосын болашағың қалай, Ярослав, сен не істейін деп жатсың деп одан сұрай алмаймын мен. Жалпы түсінбейді ол, маған жауап бергенде мен түсінбеймін. Сосын араласасың өнер адамдарымен жалпы. Өнер адамдарымен? Иә. Араласам, мысалы, сен мен жақсы араласам, Нұрханмен, Әкеңмен. Жақсы өнерде де бір араласады. Тексеріп көрейік онда, қазір экранға назар аударыңыз. Қанат бауырымыз базар жоқ, көңілді тапқырлар театрының белгілі бір мүшесі. Автомат дауысын жақсы салғанынан танимыз. Енді жас актер, жастар ғой, болашағынан үлкен үміт күттіреді деп ойлаймын. Алдағы осы комедия жанры болсын, басқа жанрында болсын, жолы болсын демекпіз. Бұлай түрінде танимын, бұлай өз басым кездесіп неткен емеспін. Бірақ естеймін, Қызылорданың жігіті деп, бірақ жаңағы өзінің орындаған монологыма, сценкаларын көрмеппін. Астанада әйтеуір бір болып жатқан бір арасында үзілісін көріп қалған. Халықтың көңілінен шығып жатқан
азаматтар, жігіттер көбісін жаңағы осындай үлкен тойларға, қуаныштарға жүргізуге сұрап жатады. Осындай Тұрсынбекті, Қанатты қуанышымызға басқарып берсе, көріп берсе деп естіп жатамыз. Бірақ несін көрмеппін. Бірақ халыққа ұнаса, халыққа жақса жаман болмайды деп ойлаймын. Енді жалпы базар жоқ тобын жақсы білеміз, өйткені бірақ бұл жерде топтың ішінде жүрген жігіттердің бәрінің атын жатқа біле бермеймін, бірақ дегенмен өнерлерімен таныспын әрбір. Әрине Қанаттың өнерін бірде мен емес, бүкіл халық бағалайды деп ойлаймын. Енді Қанат жайлы өмірде көрген адамды емес, жалпы базар жоқтан ба бір жерге шықты. Сол кезде бір ана автомат болып ауызбен атқанын көрдім. Өнер әлемінде сіз еліктейтін адам бар ма? Мен еліктейтін адам ба? Мен квен ойнап жүрген кезімде, квен өзімізден бұрын квен бастағандарға еліктейтін тұғым. Анаған, мынаған. Қазір енді осы Қазақстанның ішіндегі квеншіктер ғой. Иә, мен орысша квен көрмеймін ғой бағана айттым. Bir жақсың ба? Bir жақсы мен орысша квен көрмеймін. Маған жаңа үлкен кісілерге айтады ғой, сен орысша әзілдерден алып, бүйтіп бірдеңе істесе, мен түсінбеймін ғой, қалай істеймін. Петросяннан ал дейді, Петросян кім екен жаңа Шымкент келгенде көрдім жақында. Ал жалпына үлкен ұлы тұлғалардан өнерде жүрген. Қазақ өнеріндегі белгілі азаматтардан. Аз емес қой бізде де әзілкеш. Көп, бәріне еліктеймін мен енді шыны керек. Бәріне? Бір жерін әжерін алсам қалай болады екен деп алып көресің, жараспайды. Сол әкең деген ала алмайсың ғой деген. Жақсы. Енді сахнада үнемі бір демеушілерге алғыс айтып, жаңағы Барысбай аға, Қазтай братан деген қаншалық дұрыс әңгіме бұл? Шындыққа жанасады қаншалықты? Алдын азаматтар ғой біздің. Айтып отырған жақсы енді. Ауылдың бетке ұстар азаматтарын айтады ғой. Аудан әкімі оны айтпайды ол жайлы жақсы әңгіме. Біз айтпағанда кім айтады дейсіз ғой? Қазтай жайлы ауыл жақсы айтпайды ол кісі. Жақсы кісілер, мен айтайыншы деп осы арасында айтып отырмын. Ұйқасы бар ғой әзілдердің айтып. Шөп бергені рас. Мен тағы берейін деп жатырмын, мысалы. Былтыр 150 болса, биыл 300 беремін дейді. Қазтай қазір мал берген жоқ қой бірақ әлі. Мал берген жоқ. Шөпті кім жеп жатыр сонда? Көп қой малдар. Қазтай дейді, алдында өткенде Қанат айтады, Қазтай ауылда қазір отырып алып, маған көп әңгіме айта бермеңдер, мен прямой ел арнамен связьда отырған адаммын деп айтады дейді. Ол ауылдың әкімі сияқты ол кісі қазір. Иә, өте орынды. Енді осындай әзілдердің тағы да бір ең қатты халықты күлдірген және де халықтың арасында бір актуалды тақырыпқа айналған, ол сенің ұлан, Илья Ильин, мен үшеуміз шығып жатырық бір жылда. Үшеумізге осы облыс әкіміне ренжіп жүрмін, үшеумізге бір шай беріп жіберуіне болады ғой деген бір әзіліңіз халыққа өте керемет өтті. Кейін осы әкім, менді көрмейді емес, көзқарақты көрерменнің барлығы көргеннен кейін әкімді естіп білген шығар бұл туралы. Ренішпін білдіріп, өкпен азын білдіріп. Жоқ, ондай болған жоқ. Шайға шақырып деген болған жоқ. Ондай болған жоқ. Бірақ мен тұратын жаңа Сырдария ауданында деген Тереңөзек. Ол әкім шақырды ол шынымен. Шай берейін деп едім, Қанат қаяқта екен деп. Біздің ауылдың балдарынан айтып жіберді екен, ана квен ойнайтын жігіттер. Үйде шай болғасын бара бермейтін уақытта не істейін шай ішіп. Демек, осының енді жаңа айтып жатырмыз, актуалды тақырыпқа айналдық деп халықтың арасында. Осының екінші бөлімін сізден күтуге бола ма? Жалғасын. Енді әкім шақырған жоқ, не болмаса барып едім, өйткен жоқ, бүйткен жоқ деген сияқты. Енді әзілде жүргеннен кейін өзіңіз жақсы түсінесіз. Жоқ, оны енді екінші айтпайды шығармын енді. Бір рет айттым, берген жоқ па шай, несін айтамын, екінші рет қотарып. Шынымен де шай сұрап жүрген алдым. Бір рет айттым, мен түсінген адам шай бермейді. Жақсы, Қанат. Енді біздің бағдаршамның тұрақты айдары, егер де мен деп аталады, қазір сіз актер Қанат Әлжапаров болмай қалуыңыз мүмкін. Бұл таза импровизация, ешкімге дайындалып келіп аяқтан шалайын деп тұрған жоқ, соны қорықпаңыз. Біз сізге көмектесеміз, сіз бізге көмектесесіз. Қанат жаны кіреді ғой бұндайға келгенде. Дайынсыз ғой? Иә. Қош келдіңіздер, құрметті журналистер қауымы. Бүгін бізде қонақта жазушы, ақын Қанат Әлжапар мырза. Сондықтан қоятын сұрақтарыңыз болса, осы жазушы ағамызға қоя беріңіздер. Мүмкін болса, сіз енді ақындық жолыңызды қай жасыңыздан бастадыңыз және қандай өлең жаздыңыз? Сол өлең жатқа айтып беріңізші.
Мен ең алғаш жазған әнім, өлеңім сол 1976 жылы осы қазіргі Ақмола облысы Астана дейді ғой, Телеградта оқып жүрген кезде. Қандай өлең? Көңілді көктем деген. Оқып беріңізші. Көңілді көктем келді бүгін Телеградқа, жаяу келді, ау деймін ол бүгін сол жаққа. Неге келді екенін түсінбейміз, Телеградта ешқашан көктем кеш келмей ма деген өлең. Ұмытып отырмын, басында бір күшті. Бәрекелді, үлкен рахмет. Келесі сұрағымыз енді. Осы 1969 жылдары сіз Қазақстан жазушылар одағын басқарды деген бір әңгіме бар. Мен 65-мін ғой өзім. 3 жасыңызда сонда басқардыңыз ба? Қайдан ондай ол айта береді. Мен осы жазушылар ол кезде бізде бірін көре алмай не қылатын тұғымыз, сол кезде біреулердің өтірік айтып жіберген шығар. Мен жазушы деп жатырмыз. Қандай әңгіме жаздыңыз? Мен не әңгіме жаздым? Повесть, болмаса роман. Мен жазған әңгімелерім бәрі халыққа өтпеді. Енді? Өтпегеннен кейін өзім де ұмытып қалдым, сол қойдым қазір. Енді сіз қазір мысалы депутаттыққа түсейін деп жүрсіз. Алдағы жоспарыңыз не сонда? Депутат болғанда не істемексіз? Біз сондай әңгімелер ғой, тақта барып айтып отыратын. Әйтеуір керек болды ертең өміріме былай жақсы бір депутат болып Қызылордада бір кейбір шешілмей жатқан мәселелерді айтқым келді де, азамат болып осы жасқа келгенде не бітірдің деп сұрайды ғой. Мысалға. Мысалы аралдың суын азайту керек деген сияқты. Толтыру керек деген сияқты. Сол мәселемен барғым келіп отыр енді депутаттыққа. Сіз қашан сайлау басталады екен оған? Сіз міне түсейін деп отырсыз ғой қазір осы міне. Сол үшін пресс-конференция жинап отырсыз. Иә, дұрыс. Енді халыққа өзіңіз маған дауыс беріңіздер деп өлеңмен ба, былай ма? Мен өзім халыққа айтпаймын. Халыққа айтуға. Енді бұл сіздің өзіңіздің. Өз-өзіңізге агитация жасаңыз ба? Мүмкіндігіңіз. Халыққа айтыңыз. Несін қайта айта беремін, өткенде айтып кетемін бәріне. Сол дауыс беріңіздер маған. Маған дауыс берсеңіздер, сіздерге де беремін ертең. Не бересіз? Дауысын беремін. Біздер беремін деп, мен саған кейін беремін, беру тұршы демесең ешкім бермейді ка. Сізді естідік жас кезіңізде әнді жақсы айтады деп. Иә, қазір сол айтпайтын болдым қазір, дауысым бәрі келмейді. Жаңа 12 жасымда андай жақсы не қылдың еді? Өтпелі кезең. Өтпелі кезеңмен өтпелі құрса алдым даусымды. Айтпаймын. Мысалы сіздің жаңағы өлеңіңіз бар, кітабыңызда жазған. Серьезно жазушы сияқты кеттім ғой мен. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық басқан жер сықырлап келіп қалды дейді. Енді осы өлеңіңізге қарап Қызылордада қыс қатты бола ма деп ойладық біз. Бұл негізді мойындайын, құрсын біраз жасқа келген кезде ертең жұрттар не алып, Абайдікі ғой. Абайдың өлеңін алып өзіңіздің кітабыңызға жазып жүрдіңіз. Жазып жүргенім, өлең жетпей бір-екі беттіке. Бір өлең жетпей қалды ма? Сұлтанмахмет Торайұлы алып алдым. Қандай өлеңін алдыңыз? Көкшетау деген. Айтыңызшы. Ұмытып қалдым. Көшіріп алдым, жаттап алған жоқпын. Жақсы, үлкен рахмет. Жиі әзілдеріңе еститініңіз, бір келіншегің, 2 ұлың бар екен. Үйде ғой. Солар жайлы бір кеңінен айтып берсең. Нұргүл деген келіншегім бар. Әбіл Мансұр, Нұрали деген 2 ұлым бар. Құдай қаласа тағы да бір бөпелі болсам ба деп отырмын. Бәрекелді. Қазір енді сол Қызылорда жақта бір алыстау аймақта тұрып жатсыз ғой? Жоқ, Қызылордадан 45 километр жерде Тереңөзек деген ауыл бар. Тереңөзекте? Тереңөзектің ар жағында бір 5 километр жерде Қалжан Ақуын деген ауыл бар. Қандай ауыл? Қалжан Ақуын деген ауыл. Соның бәрін қосқанда 50 шақырым болды ғой. 50 шақырым болды. Бәрекелді. Сол 50 шақырымнан Алматыға, болмаса елордамыз Астанаға концертпен, тоймен келіп кету қиынға соғып жүріп па қалай? Жоқ. Болмаса осы жаққа таман көшсем жанұямды алып. Көп өнер адамдардан сұрасам, сіз қаяқта жүрсіз десе, ой, сол Астана мен Алматының ортасында 2 ортада жүрген, мен 3 ортада жүрмін ғой қазір. Астана, Алматы, Қызылорда, сол 3 ортада. Қиын соғытқан жоқ па? Жоқ. Ойда бар ма көшіп келу? Менің ойда Астанаға көшіп бару бар. Алматыға келе алмаймын ау. Неге? Алматыға барғанда келген кезде қайтқан шашылатын түн. Жолда шаршатып жібере ма деп қиын енді үйренбегенсің. Көшіп келіп осы жақта тұрсақ үйреніп кетуіміз мүмкін да енді. Астанада рахатқа фук жетіп барасың. Енді кез келген әзіл адамы, өнер адамы ерте ме кеш болып дағдарысқа ұшырайды да. Бұл факт, бұл ешкім. Ол белгілі нәрсе. Енді оған өзің дайындығың қалай? Мысалы Астанаға көшу деген ой бар дейсің.
көшкенде алда бір жоспар мақсат бар ма? Осылай әзілді осынша жыл мысалы сахнада жүруім мүмкін, Құдай қаласа. Осыдан кейін осымен айналысам деген. Жоқ, мынандай жоспарым бар деп айтпай ақ қойын, ертең орындалмай қалса, сол жоспарың қайда деп сұрайды ғой жұрттар. Айтпай ақ қойшы. Әзірге жоспар жоқ дейсіз ғой. Әзірге енді жоспарларым бар, енді сол көшіп барсам, айту көшіп барып бір жерде тұрған адам сол жерге барып отыра бермейді ғой, көшіп келдім деп. Бір әрекет қылатын шығармыз, жұмыс істейтін шығармыз, бірдеңе табылатын шығар әйтеуір. Мен сіздің биіңізді атап өткім келіп тұр. Пробаковтың стилінде, иә? Білмеймін сол не істейді екен. Ол қайдан үйрендің ол дейді? Ең бірінші базар жоққа кіргенде дым жоқ. Мен де айттым ғой, жаңағы әңгімеден бір қағазбен оқып тұратын болса. Сол биім ғана болды ғой мен. Ең қитып сол би болдыңыз ғой. Иә, бүйтіп тұрады би күшті. Өзімен айттым, жақсы би. Енді соңғы кезде қазір алып қашпа әңгімелер бар адамдардың. Ойбай, Қанат кішкене жалпы жұлдыз бола бастады ақырын. Рас болса. Өткенде бір 2 аптада қатты жұлдыз болып кеттім мен. Bazı не шыққаннан кейін. Бірінші концерт шыққаннан кейін, ой, деп қалдым. Құтыма кетті, киімі болып қойшы. Жұлдыз болған қызы емес екен. Қызы емес, сосын қоя салдым. Дым шут шығара алмайсың, баласын ба бірдеңе боласың, бір жазып берекесі келіп тұра ма саған. Қояйын дедім сосын. Қойдың. Қанат, жарайды енді осы жерден бір сұрақ. Сіз үшін көрерменнің, тыңдарманның пікірі қаншалықты маңызды? Әркім не айтса бір адам бір пікірде болмайды, енді қанша халық бір пікірде болмайды, енді әркім пікірі әртүрлі болады. Біреу мақтасын, біреу жамандасын, біреулер сыни пікірлер айтсын, енді қабылдауға тырысамын мен енді. Олай болса, өтірік айтпас сен десең ол. Олай болса қазір сіз жайлы сауалнама. Иә. Экранға назар аударайық. Қанат ол өте жақсы актер. Мысалы Қызылордадан шыққан оның өзінің табиғилығымен өте танымал деп ойлаймын. Әрдайым мысалы базар жоқ несін программасын көргенде әрдайым оны сүйіп көріп тыңдаймын жанкүйерім. Қанат енді оны бір-ақ рет көргенім бар. Шыны керек оның нелерін онша көрмедім енді шығармау. Қанат басында жай адам болатын негізі, жай сияқты болатын көрінетін, ауылдан келген. Бірақ та кейінде сол базар жақта кім бар еді ғой? Біздің Тұрсынбек соның арқасында болу керек. Негізі солардың бірге өнер көрсеткеннен кейін жалпы тамаша жетістіктерге жетті деп ойлаймын. Иә, Қанат жақсы былай, жақсы жігіт. Нормально. Қандай рөлдер сомдағанын көрдіңіз? Сол автомат, көбінесе КВН-де ойнайды. Білмеймін, былай жақсы сияқты. Бір жағынан жерлесің ба? Алдағы уақытта шығармашылығыңызға біз шын жүректен табыс тілейміз. Бағдарламамызға келіп, барынша шынайы жауап беруге тырысқаныңа үлкен рахмет. Ал біз көрермендерімізбенен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Өмір көшелерінде бағдаршамға мұқият болыңыздар. Бәрекелді.